Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз бананды торт жасаймыз. Ол үшін бір бананды езіп аламыз. Bir жұмыртқаны қосамыз. Қойылатылған сүт пен сары майды қосып, жақсылап араластырамыз. Жүз елу грамм ұнымызға какао қопсытқыш қосып араластырып аламыз. Оны сұйық массамызға қосамыз. Оны шашырап кетпес үшін бірінші осылай араластырып аламыз, одан кейін барып миксерді қосамыз. Қамырымыз жақсылап араласып болғаннан кейін пергамент қағаздарын дайындаймыз. Мен сияқты кальциямен сызсаңыздар да болады, немесе тарелкамен 20 диаметрде пісіретін боламыз, 7 корж пісіреміз. Әрқайсысына 1,5-2 ас қасықтан салып шығамыз, осылай тегіс істейміз, одан кейін 180 градуста 10-15 минут әрқайсысын пісіріп аламыз. Піскен корждарымыз осылай болып шығады, одан кейін кремге кірісеміз. 250 грамм творожный сырға 200 грамм қант ұнтағын қосып, бір келкі масса болғанға дейін миксерлейміз. «500 грамм сливки құйып, тағы да араластырамыз. Сливки бізде 33%-тен жоғары болу қажет. Осындай масса болғанға дейін араластырамыз. Крем өз формасын ұстап тұру қажет. Тортымыз жылжып кетпеу үшін ыдысқа кішкене крем жағып аламыз. Әрбір коржымызды пергамент қағазынан осылай ажыратып аламыз. Әрбір коржымыздың үстіне 2 ас қасықтан крем саламыз. Осылай тортымызды жинап, бетін тегістеп, холодильникке 6-7 сағатқа қойып қоямыз. Өздеріңіздің қалауларыңызша әсемдеуге болады. Мен шоколад құямын бетіне, ол үшін Қазақстан шоколадын қолданамын. Қазақстан шоколадына сұйық май немесе сары май немесе сливки қосып, ганаш жасап аламыз, ерітіп. Ганашты торттың бетіне құйып, 1-2 сағатқа тағы да тоңазытқышқа салып қоямыз. Бізде осындай өте дәмді бананды торт шығады. Рецепт ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер.